Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін шоколадты пирог әзірлейміз. Бізге қажет 2 дана жұмыртқа, 2 ас қасық какао, қант, айранды сүтпен алмастырсаңыздар да болады, сұйық май, қамыр қосқыш және де ұн. Ең әуелі шұңғыл ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып, оның үстіне 100-150 грамм қантымызды қосып, аппақ масса пайда болғанша, қант ерігенше жақсылап шайқап аламыз. Бір-екі есе көтерілгеннен кейін, яғни бір-екімен шайқағаннан кейін, айранымызды, сұйық майымызды құйып, және тағы бір миксермен айналдырып аламыз. Онан соң, ұн електеп, 2 ас қасық какао мен қамыр қосқышты салып, араластырып, массамызға 2-3 бөліктен бөліп, аз-аздан қосып, миксердің көмегімен бір келкі қоймалы жың масса шығарамыз. Ешқашан бірден салмаңыздар, бөліп салған дұрыс. Осы видеодағыдай қоймалы жың масса шығады. Менің формам 22 см, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Формаға салған бойда ортасын шет-шетіне қарай ығыстырып, ортасына ашқан дұрыс, сонда бір келкі көтеріледі. Бетіне подлив жасасаңыздар да болады. Мен 2 ярче шоколадын су банясында ертіп, бетіне осылай құйдым. Бетін шанышқы, спичкамен тессеңіздер де болады осылай. Сонда арасына пропитка кіріп, дәмі тіпті ерекшелене түседі. Жасап көріңіздер, ас болсын.